Вичатқа қазір не досты қосамыз, иә. Мысалы, Қытаймен сөйлестіңіз, Қытайда бір сатушымен сөйлестіңіз, сізге нөмірін берді, Вичат арқылы сөйлесейік деп ше. Мен ойласам, сіз өзіңіз сұрадыңыз, Вичат арқылы сөйлесейік деп, сіз нөмірін сұрап алдыңыз ол кісінің, да. Сосын нөмірді скопировать етесіздер де. Мысалы, қазір көрсетейін сіздерге, мына Қазан сайтына кірейін. Маған мысалы бір китайцпен сөйлескен кезде маған бір Вичат нөмірін берді. Соны қазір сіздермен нөмір берді да, қараңыздар. Қазір ашылсын. Қараңыздар, ашылды да. Қазір Вичат нөмірін берді ол. Осын копировать етіп аламыз. Басып тұрсаңыз, мынау копировать деген сөз, ең үстіндегі сөз. Осын басамыз. Копировать дейміз да. Сосын Вичатқа кіреміз. Вичатқа кірген кезде жоғарыда мына плюсик тұрады, көрдіңіз бе? Плюсикті басамыз. Добавить контакт деген басамыз. Осы жерге жаңа копировать еткен жерге, мына жерге вставить етеміз. Осы нөмір, көрдіңіздер, осылай шығады. Осын басамыз үстінен, нөмірдің үстінен. Именно осылай шығады, көрдіңіздер. Сосын сіздерде бұл жерде добавить в друзья деп тұрады. Менде уже добавлен болып тұр, уже бұл. Сіздерде осылай шығады. Сосын добавить деген бет басасыздар, болды. Отправить деп басасыз бұл жерден. Сонымен болды, ары қарай досыңызды қосасыз, яғни оған заявка тасталады. Ол Вичатқа кіріп сізді қосатын болады. Сосын ары қарай осындай отправить сообщение деген шығады. Сіздерде уже достыққа қосқаннан кейін. Сосын осы жерден кіріп сообщение жаза бересіздер. Көрдіңіздер ме? Сообщение жазсаңыздар болады. Бұл жерден аудионан басып тұрсаңыздар, аудио сөйленеді. Осын жерде жіберсеңіздер болады. Жерде егер файлар болса, фотолар болса, бұл жерден фото жіберсеңіз болады галереялардан. Mesela videodan Қытайша сөйлей білсеңіз, Қытайша немен сөйлессеңіз болады, аудиозвонокпен. Mesela видеозвонок бар, міне көрдіңіздер. Сонымен телефонды жаңа продавецті тауып алып, соған осылай хабарласып, Вичатпен сөйлессеңіздер болады. Әртүрлі информациямен ауыссаңыздар болады. Сосын бұл жерде тағы бір фишкасы бар. Мысалы Қытайша жазды ма, Қытайша жазған кезде сізде автомат түрде аударып беретін несі бар, мына қараңыздар. Бұл жерде мен аударып тұрушы көрдіңіз бе? Үстіне бүйте басып тұрсаңыз, мына жерде перевод деп тұрады. Қазір менде уже перевод жасалып тұр, сондықтан бұл перевод деп шығып тұрған жоқ. Қазір біз кез келген мені ашып көрейік. Мысалы үшін мынаған кіріп көрейік. Бұл жерде перевод жасалмаған бір сөз бар екен. Осының үстіне бүйте басып тұрсаңыз, перевести деген мындай перевод шығады. Осын баса қойасыз, болды. Астына сразу аудармасын шығарады. Здравствуйте деп жазылған, көрдіңіз бе? Осылай переводтар жасасаңыздар болады, Қытайша жазсалар. Сіздерге сосын орысша жазсаңыздар болады оларға, оларда да сондай функция бар. Оларда түсінбесе, осылай басып тұрып перевод жасатып алады, яғни орысшаны. Солай достар, осындай Вичаттың осындай пайдалы жақтарын қолдансаңыздар болады.